Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен өмірге тағы да телефон құпиясы каналы. Бүгінгі видео GSM нөмірін қалай нөмірге тіркеу керектігі жайлы және де қанша жастан тіркеу керек, мен осы жайлы бүгін сіздерге айта кететін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Жалпы өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар, телефон нөмірге қайта сообщениялар келіп жатыр, нөмірді тіркеу керек деп. Мұны үйдік жағдайда қалай тіркеуге болады, мен сіздерге осы жайлы бүгін көрсететін боламын. 2019-ның 1 қаңтарынан бастап нөмірі тіркелмеген абоненттер жұмыс істеуін тоқтатады. Сіздерге айтарым, тез арада тіркеу алыңыздар. Егер нөмірлеріңіз жұмысын тоқтатпауды қаласаңыздар, сіздер жаңа нөмір алған кезде де міндетті түрде регистрация жасап нөмірді аласыздар. Алдымен Билайн нөмірден көрсете кетейін. Билайн нөмірді алдымен сообщениеге кіресіздер. 6914 деген нөмірге өзіңіздің GSM нөміріңізді жібересіздер. Кәдімгі жеке куәлік удостоверение дейді ғой. Содағы иінді жазып жібересіздер. Қанша жастан бастап тіркеуге болады? 14 жастан бастап GSM-нің кодын енгізуге болады. Немесе әкесінің удостоверение жеке куәліктерін иін GSM дейді ғой, соны енгізуге болады. Ал 16-ға толғандар, жеке куәлік алғандар өзінің куәлігімен тіркей береді. Дәл осы 1914 деген нөмірге өзіңіздің GSM-іңізді енгізіп жібересіздер. Ал актив нөмірде тіркеудің екі жолы бар. Бір жолы жұлдызша 660 решетканы тересіздер. Трубканы басқан кезде сіздерде қазір көрсетемін. Дәл осылай шығады. Сіз осы жерге өзіңіздің GSM-іңізді енгізіп жібересіздер. Тіркеу тегін, ешқандай ақша алмайды. Екінші жолы сообщение арқылы жіберу. Сообщение арқылы 6006 деген нөмірге өзіңіздің GSM-іңізді жазып жібересіздер. GSM-іңіздің кодын. Ал Tele2, Altel деген нөмірлерде операторларда кешірім сұраймын. 6914 нөміріне өзіңіздің GSM-іңізді жазып жібересіздер. Жалпы бұл заң не үшін қабылданды? Бұл заң террорлық ұйымды телефон ұрланудың алдын алу үшін, сіздің телефоныңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. Соңғы кезде террорлық ұйымдар телефон арқылы бұлай көп болып кетті. Осы тіркеу арқылы, регистрация жасау арқылы сондай террорлық ұйымдарды анықтауға септігін тигізгелі отыр. Сіздер міндетті түрде тіркеңіздер, өзіңіздің жақындарыңызға да айтыңыздар. Осымен біздің видео бүгінгі аяқталды. Сіздерден өтініш сұрарым, біздің каналға жазылыңыздар, подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Денис Алихан. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Мы с тобой звездопад, 2 билета на паром.